Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен балалар да, үлкен кісілер де рахаттанып ішетін, дүкендегі сусындардан 100% табиғи өріктен дайындалатын, дәмді және хош иісті мякоты бар өрік шырынын менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте қарапайым және жылдам дайындалатын, қысқы мерзімге сақтауға арналған табиғи нектар сусынын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жақсылап жуылған өріктер қажет болады. Өріктердің пісіп, езіліп тұрған түрін таңдап аламыз. Қатты түрі бізге жарамайды. Ол қатты түрінен компот дайындасаңыздар болады. Осылай бақшадағы езіліп пісіп тұрған өріктерді дәндерінен ажыратып, барлығын дайындап аламыз. Және де өрігімізді дәндерінен ажыратқаннан кейін өлшейтін боламыз. Менде дәндерімен 2 килограмм өріктен 1,600 грамм өрік шықты. Енді осы 1,600 грамм өрікті отқа қойып, үстіне 1,200 грамм салқын су құямыз. Суымыз өрігімізден 1-2 сантиметр биік тұруы керек. Енді өрігіміз қайнағаннан кейін алғашқы көбіршіктері пайда болады. Оны алмаймыз. Дәл солай араластырып 5 минут қайнатамыз. 5 минут қайнатқаннан кейін өрігімізді осындай ситаның көмегімен шөптерінен тазартып аламыз. Барлық өрігімізді осылай ситаның көмегімен тазалап аламыз. Егер де сіздерде блендер бар болса, алдымен блендермен езіп, содан кейін ситамен тазаласаңыздар да болады. Барлық өріктерімізді осылай тазалап алғаннан кейін тазаланған сусынымызды ыдысымызға қайтып құятын боламыз. Енді тазаланған сусынымызды ыдысымызға құйғаннан кейін отымызды қосып, үстіне қантымызды қосатын боламыз. Мен 1,600 грамм өрікке 200 грамм қант қостым. Сәйкесінше өздеріңіз көбейтсеңіздер болады. Енді осы кезде көбіршіктерінен тазартатын боламыз. Барлық көбіршіктерінен тазалап алғаннан кейін 5-10 минут көлемінде қайнатамыз. Біздің өрігіміз қайнады, дайын болды. Енді алдын ала стерилденген банкіге өрігімізді ыстықтай құятын боламыз. Және де крышкамызды да жақсылап стерилизациядан өткізіп аламыз. Біздің өрігіміз дайын болды. Менде 2 килограмм өріктен 2,5 литр табиғи өрік сусыны шықты. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, және де жақын достарыңызбен бөлісе жүруді де ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.